Сәлем, сенімен бірге мен халықтың фаризасы, практик психолог. Менің YouTube арнама қош келдің. Тіркелмеген болсаң, міндетті түрде тіркеліп ал, лайк басуды ұмытпа. Ендеше кеттік. Бүгін бізде талқылайтын тақырып бұл переписка туралы. Жалпы переписканың маңыздылығы, неге бұны бізде қыздар ойбай бір жігіттің артынан жүгіру, мен неге үйренуім керек деген секілді бір возражениялар бар. Осыған бір жауап айтқым келеді. Переписка маңызды, себебі бұл біріншіден бізде таныстықтар. Қазіргі уақытта біздің өмір сүруіміз бұл 70% онлайн сферада тұр. Яғни біз онлайн танысамыз, онлайн сөйлесеміз, көп уақыт бәрібір біз онлайндамыз. Екіншіден бұл позиция. Перепискадан бастап біз адамның самооценкасы қандай, не туралы ойланады, құндылығы қандай, біз барлығын соның жазбасынан қарап-ақ түсінеміз. Бұрынғыдай не надо, ол адаммен танысып, кездесіп, сөйлесіп, уақыт бөліп, физически дайындалып барудың да қажет жоқ. Алғашқы хабарламасынан бастап-ақ адамның қандай екенін примерно түсіне бастауға болады. Және кәдімгідей күнделікті жазысу арқылы біз ол адамды тереңірек тани аламыз. Үшіншіден, бұл эмоционалды фонды көру, яғни ол адаммен қаншалықты біздің байланысымыз бар, қаншалықты ол адаммен сөйлесуге болады. Яғни интрига ұстауы, болмаса бір қызығушылығы, тіпті теплый дейміз ғой, жылы байланыс орнатуы. Бұның барлығын біз осы перепискадан көре аламыз. Әдетте тревожный тип керісінше жаза береді, хабарласа береді, қайдасың, не істеп жатырсың, неге жүрсің. Яғни жүрмей жатып, тіпті кездеспей жатып навязываться етеді. Немесе өзінің бүкіл өмір туралы барлығын айтып тастайтын қызда бар, жігіттерде бар ондай нәрсе. И қала берді андай онлайн жүріп кететіндер бар. Әлі күнге дейін бар. Бұрын біз агенттің кезінде ғана болады, на расстояние болады екен, жоқ, ол әзірде бар. Және ең жаманы бұл жақта көбіне қыздар страдать етіп қалады. Онлайн жүреді, сөйлеседі, сөйтіп ғашық болады, ана адамды идеализация жасап, нетіп алады. Бірнеше жыл сөйлесуі мүмкін, және сөйлеспей қалған уақытта қыз үлкен депрессияға кіріп кетеді. Ол бауыр басып қалған, ол үйреніп қалған, ол физикалық контакт орнатуға, кәдімгідей адаммен адам болып жүруге, сөйлесуге үйренбеген, ол онлайнға үйреніп қалған. Яғни онлайн безопасно, нежели офлайн барып кездесіп, адаммен қарым-қатынас құрғаннан гөрі. Сол үшін де бұл үлкен бір мәселе деп айтар едім тревожный типтар үшін. Қыздар страдать етеді, қайғырады, одан депрессиядан шығуға бірнеше уақыт кетеді, яғни бірнеше жылын онлайн просто сөйлескен адам үшін арнап жібереді. Сол үшін де мен айтам, переписка маңызды. Ол жерде сені қалай эмоционалды түрде өзіне байлап жатқан түсіну үшін манипуляция дейміз, соның барлығын анық көру үшін бізге перепискаға кәдімгідей мән беру керек. Қыздар бұны ойлайды, ой, ол жай ғана сөйлесу ғой, немесе неге мен жігітпен сөйлесуді үйренуім керек? Жоқ, ол сен бірінші өзіңнің қауіпсіздігің үшін. Жігіт саған не айтып жатыр, сені қалай іліп жатқанын білмейтін болсаң, олар да бұл нәрсені оқиды. Сендер ойлайсыңдар ғой, тек қыздар ғана оқып жатыр, қыздар ғана үйреніп жатыр. Жоқ, именно переписканың тақырыбында пикапер болуды жігіттер де үйренеді, оқиды, зерттейді. Тіпті арнайы барып курс оқымаса да олар қызға қалай әсер етуге болады, әсер ету психологиясын, эмоционалды түрде басқару психологиясын кейбір жігіттер арнайлап тұрып оқып зерттейді. Әсіресе нарцисстер, абьюзерлар өздерінің жертвасын әдемілеп жүріп таңдайды. Сол үшін де мен айтам, переписка курсын кез келген қыз өту керек. Бұл база. Жігіттің манипуляциясына берілмес үшін ол әдейі игнор жасайды, әдейі жоғалып кетеді, қайтадан пайда болады, ары-бері сен эмоционалды түрде ойнатады, ал сен сол крючокқа ілінесің, кейін абьюзерлік қарым-қатынасқа түсетін боласың. Бастапқы переписканың өзінен қызыл жалаушалар бетіп шығып тұрады да, сол жалаушаларды тек на трезвый ум дейміз ғой, сау баспен ғана біз көре аламыз. Ал эмоционалды түрде андай, мен ғашықпын,
жақсымын бүйткен деген кезде адам ешнәрсені байқамайды, көрмейді. Әсіресе ол перепискада біз жақсы адамды көріп отырған жоқпыз, ол кезде ажыратуға болады. Ал кездесіп жүре бастаған кезде тіптен бүйтіп розовый очкиді киіп аламыз да ешнәрсені көрмейміз. Тіпті үлкен болып бүйтіп ред флаг шығып тұрса да байқамайды оны қыздар. Вот төртінші нәрсе, бұл жерде мен фильтр деп айтар едім. Яғни сен переписка арқылы кім екенін көресің, жаңағыдай түсінесің, сенің көз алдыңда уже картина пайда болады. Бұл адам маған керек емес, сен уже фильтровка жасайсың, спокойно ол адамды бүйтіп блоктың төріне жібере аласың. Ал бесінші, бұл шекара. Яғни жігітке жабыспай, өзіңнің триггерларыңды анықтап, өзіңді тануға бір мүмкіндік береді. Егер сен тревожный болсаң, қай жерде самооценкаң төмен болса, сен осыны уже жігітпен қарым-қатынас құрмай-ақ мына жерде танып біле аласың, және онымен жұмыс жасауға мүмкіндік аласың. Әрине, егер бұл маған керек емес, мен тәуелді болғым келеді, мен қиналғым келеді, мен жылағым келеді, маған больно жасасын десең, проблема жоқ, it's okay, бұл да таңдау. Себебі мен бір-екі күнде сондай бір комментарияларды, жалпы дайректке сообщенияларды алдым. Жоқ, мен өзім кіріп, өзім опытыммен түсініп, мен қиналғым келеді дейді. Жарайды, окей. Яғни сен бұны осознанно түсініп тұрсаң, мені қинасын деп тұрсаң, проблема жоқ. Барып қиналуға рұқсат, ол тіпті рұқсат сұрайтын да зат емес, ол сенің таңдауың. Ал енді керісінше мен уақытымды бұл нәрсеге жұмсағым келмейді, саналы түрде сапалы қарым-қатынасты бастағым келеді және адекватты жігітпен сөйлескім келеді дейтін қыздар болса, переписка бұл навык, бұл коммуникация инструменті, оны үйрену керек. Не айтып жатырмын, мен қалай айтып жатырмын, немесе бізде қыздардың бір үйреншікті паттерндары бар ғой, жігіттің минустарына бір акцент қою, оскорбление жасап жіберу, абьюзерлік тек қана жігіттерде емес, қыздарда да бар. Ұрысып, айқайласып, реніштерін де білдіре алмайды, қалауын да айта алмайды, немесе ұялмайтын жерде ұялып қалады, ішімдегіні тап деп қалады. Вот осындай бір нюанстарды да мен осы курстың ішіне қостым. Қалай ренішімізді жеткіземіз, қалай жігітпен жалпы жақсы қарым-қатынас орнату, құныңды түсіндірмей, керісінше құндылығыңды арттырып, жігіт сені сыйлайтындай болу үшін ол бір алғашқы сөйлесуден бастап көрінеді. Егер сен қалай солай сөйлессең, жаңағыдай неуважительный дейміз ғой, сыйластықсыз жігітті, тіпті жігіт емес, адам ретінде көрмей, немесе бұрынғы жігіттеріңе обиданы алып келіп былай салатын болсаң, немесе жігіттер туралы естіп алған бүкіл жігіттер жаман, бүкіл жігіттер изменщик, бүкіл жігіттер алқаш, наркоман, лудоман, пайдаланғыш, ақшаға лақтырып кетеді деген секілді сенің ойларың болса, сен сол уже позициядан, сол проекциядан әр жігітке атыла бересің. Және ол сенің коммуникацияңда, сенің перепискаңда ол көрініп тұрады. Әрине, кез келген өзін сыйлайтын, самооценкасымен барлығы дұрыс, мазохизммен айналыспайтын жігіт ондай қыздан қашады. Адекватты жігіт, ол да адекватты қызды таңдайды. Нормальный жігіт, ол қыздың артынан жаңағыдай дұрыс емес сөйлеп жатса, боқтап жатырса, жекесіне өтіп жатырса, жоқтан өзгеге ренжіп жатырса, жігіт оның бәрін тыңдап, жарайды деп одан сайын жүгіріп, саған жағымпазданып, саған ұнауға тырыспайды. Жігіттер де жынды емес. Енді жындылар бар, конечно, андай абьюзерлер ғой енді олар. До конца жетіп алғанша ана қыз демейінше соңынан қалмайды, сталкер болады. В итоге кейін қызды қинайтын болады. Сол жүгіргеннің өшін алады ғой, былай айтқан кезде. Сол үшін де ана нәрсені айтқым келеді да. Переписка бұл жігіттің айналасында жүгіру, жігітке бір жағымпаздану, жағыну туралы емес, бұл коммуникациялық қабілет, яғни сенің сөйлесе алуың, әрі өзіңнің байқай бермейтін тұстарыңды байқау, коммуникацияда бір құнды болу, жігітті баурай алу, бұл да қылық, бұл да бір үйренетін дүние. Ойбай, мен ондай емес, мен табиғатымда жоқ деген нәрсе жоқ. Біздің табиғатымызда көп нәрсе жоқ. Біз жүреге үйренгенбіз. Біз тіпті дүниеге келген кезде жүре де алмадық қой, немесе сөйлей де алмадық, Адамдарға қарап отырып, алдымыздағы ересектерге қарап отырып, сөйлеуді де үйрендік, жүруді де үйрендік. Сол сияқты бізге қарым-қатынас құруды, жігітпен сөйлесуді ешкім еш жерде үйретпейді. Бұл бізде үйде табу, мектепте тіптен айтылмайды, университетте бұл да үйретілмейді. Яғни жалпы коммуникацияны арттыратын бізде
пәндер болмаған. Біз тек қалай бар, қалай сөйлесіп үйрендік, солай өзіміз сөйлесіп кете бердік. Ал соның әсерінен де қазіргі біз нәтижені көріп отырмыз ғой, отбасылық институттардың жұмыс жасамауы, ажырасудың көбеюі, адамдардың бір-бірін танымауы, иә, қарым-қатынас құра алмауы осыдан бастау алады. Ал ең басынан бастап, перепискадан бастап жазысып, сөйлесіп, коммуникация құрып үйрену керек. Бұл негізі қызға да, жігітке де керек дүние. Бірақ мен енді бұл курсты қыздарға арнап жасадым. Егер курсқа қосыламын десең, төменде сілтеме қалдырамын, сол арқылы тіркеле аласың. Сұрақтар болса төменге қоямыз, видео ұнаса лайк басамыз, құрбыңмен бөлісуді ұмытпа. Келесі кездескенше.